Баршаңызға қайырлы күн. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін оразаның 10-шы күніне арналған ас мәзірін сіздерге ұсынамын. Біздің бүгінгі ас мәзірімізде 40 қабаттан жасалатын голубцы, синабон бөлкелері және тауық еті қосылған салат. Біздің бүгінгі ас мәзіріміз сіздерге ұнайды деген ойдамын. Бізбен бірге болыңыздар. Ең алдымен тағамымызды жасауға кірісейік. 40 қабатты жуып тазалап, астыңғы бөлігін осылай кесіп, қазанға салып, үстіне 1 литр шамасында су құямыз. Бетін жауып, плитаға қоямыз. Суы қайнап шыққан соң 10 минуттай бұқтырамыз. Суға бұқтырылған кезде 40 қабаттың сыртқы бөліктері жұмсарады. Сондықтан сыртқы бөліктерін алып, басқа ыдыстарға салып отыру керек. Бұл видеода 40 қабаттың сырты әлі жұмсармаған, сондықтан мен оны қазанда қалдырдым. Және де 40 қабатты бұқтырған кезде осылай жан-жағына аударып отыру керек. Қазанның бетін жауып, тағы да 5 минут шамасында бұқтырамыз. Біздің 40 қабатымыз жұмсарғанша салмасын жасаймыз. Ыдысқа ұсақталып туралған майлы етті, үткіштен өткізілген сәбіз, ұсақталып туралған пияз бен қызанақты және дәмдеуіштерді саламыз. Менде тұздалған ет болғандықтан тұзды аз салдым. Көкөністердің барлығын жақсылап араластырамыз. Ең соңында жуылып жібітілген күрішті саламыз. Біздің салмамыз да дайын болды. Мен салмамыз дайын болғанша 40 қабаттың үстіңгі бірнеше жапырақтарын алдым. 40 қабат осындай жұмсақтықта болуы керек. Ал енді 40 қабаттың ішіне салмасын салып ораймыз. Және де үлкен бөліктерін осылай түбін кесіп, ортасынан бөліп жасауға болады. Дәл осылай барлық 40 қабаттарды салмасымен бірге орап шығамыз. Қазанды плитаға қойып, май құйып қыздырамыз. Қызып тұрған майға пияз салып қуырып аламыз. Пияз қуырылып болған соң, туралған сәбізді салып, оны да жақсылап қуырып аламыз. Сәбіз қуырылып болған соң, томат пастасын саламыз. Қырық қабаттан қалған бөліктерді турап, оны да қуырамыз. Қара бұрыш пен тұз салып, араластырамыз. Бетіне орап түйілген 40 қабаттарды салып шығамыз. Және де мен жүзім жапырағына оралған долма жасадым. Барлығын салып болған соң, қайнаған су құямыз. Қазанның түбіндегі су қайнаған кезде, голубцы мен долма ашылып кетпеу үшін осылай тарелка жауып қою керек. Қазанның бетін жауып, 1-1,5 сағатқа бұқтырып қоямыз. Біздің тағамымыз дайын болғанша синабон бөлкелерін жасаймыз. Ыдысқа 1 стакан сүт және жарты стакан қант салып араластырамыз. Сүт қолды күйдірмейтіндей ыстық болуы керек. 2 шай қасық аш тұқы салып, оны аздап қана араластырамыз. Араластырған кезде
ашытқылар сүттің түбіне батып кетпеуі керек. Енді сүттің бетін жауып, жылы жерге 5 минутқа қойып қоямыз. Ашытқы осылай сүттің бетіне шығып, көпіршіктенуі керек. Жарты стакан ертілген сармай және 3 жұмыртқа салып араластырамыз. Үш жарым 4 стакан електен өткізілген ұнды аз-аздан салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр қолға жабысуы мүмкін, бірақ 3,5-4 стаканнан артық ұн салмаңыз. Қамырды 5 минуттай жақсылап илеу керек. Менде 600 грамм ұннан 90 граммдай ұн қалды. Қамырдың бетін жауып, 15-20 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Синнабон бөлкесінің арасына салатын салмасын дайындайық. 1 стакан қант, 1 немесе 2 шай қасық корица және өз қалауыңыз бойынша жарты шай қасық ванилин салсаңыз болады. Міне, бізде бөлкенің арасына салатын салмамыз дайын. Біздің қамырымыз да ашыды. Қолда аздап майлап, қамырды табақтан алып, 4 бөлшекті етіп жаямыз. Қамырдың бетіне 60 грамм көлемінде бөлме температурасында тұрған жұмсақ сармай жағамыз. Бетіне корица қосылған қантты себіп шығамыз. Қамырды видеода көрсетілгендей етіп, дөңгелетіп ораймыз. Қамырдың ең соңғы ұшын осылай жабыстыру керек. Оралған қамырды жіптің көмегімен немесе өткір пышақпен 1-1,5 см көлемінде кесіп шығамыз. Кесілген қамырларды бірден қалыпқа салу керек. Бөлкелерді осылай қалыпқа салып, бетін жауып, жылы жерге 30 минутқа қойып қоямыз. Міне, біздің бөлкелеріміз де көтерілді. 180 градус қызып тұрған духовкада 15-20 минут көлемінде пісіріп аламыз. Бөлкенің бетіне жағатын кремін дайындайық. 100 грамм творожный сырға 50 грамм сахарный пудраны салып араластырамыз. Жарты стакан сливки құйып, творожный сырмен біркелкі болып араласқанша қозғаймыз. Крем қою болуға болмайды, сұйық болып тұруы керек. Мен бүгінгі ас мәзірге тауық еті қосылған салатты дайындадым. Қайнатылған тауық еті мен жұмыртқа, колбаса, сыр, қияр және қызанақты майонез немесе қаймақпен араластырсаңыз болады. Бұл салатты сіздер де жасап көріңіздер, дәмі тіл үйіреді. Біздің бүгінгі ауызашардың 10-шы күніне арналған ас мәзіріміз де дайын. Сіздер де жасап көріңіздер, ас мәзірі сіздерге ұнады деген ойдамын. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын, келесі кездескенше.